2024 жылы шыққан ең үздік дорамалар. Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Ғалымжан. Бұл Дорамщик ағай YouTube арнасы. Мен осы уақытқа дейін OneFansUp тобында жұмыс жасадым. Бас аудармашы болып, сол топты ашып, өте көптеген дорамалар, фильмдер аударып келдім. Енді блогерлікке кірісіп жатырмын, яғни ютуберлікке. Сондықтан да ютубтың атын қалай атаймын деп көп ойландым. Мен осы OneFansUp тобы арқылы білетін адамдар ағай, Ғалымжан аға немесе Ғалымжан ағай деп жатады. Сондықтан ойлана келе Дорамщик ағай деген ат қойдым. Олай болса, 2024 жылдың ең үздік дорамаларына көшейік. Бұл 2024 жылдың ең үздік дорамалар, бұл менің өзімнің ойымша, пікірімше, сондықтан да сіздің пікіріңіз менікімен сай келмей қалуы әбден мүмкін. Олай болса, біріншісі бізде ол «Хватай Сонджи и беги». Маған өте қатты ұнаған дорама, бұл жерде комедия да бар, жылайтын жері де, мотивация беретін жері де бар. Дорама не туралы? Бас кейіпкер Имсоль, мүгедек қыз, танымал әнші Сонджи оған қатты қиын кезде мотивация берді. Сол кезде бастап ол Сонджиның жанкүйеріне айналады. Ол концерттен соң Сонджины кездестіреді, бақыттан басы айналады. Көп ұзамай оның өзіне қол салғанын біледі. Енді Имсоль бұрынғы шағына оралса да, Сонджины қалай болмасын құтқаруы тиіс. Керемет дорама, көруге кеңес беремін. Ал сіздерге қалай дорама, оны төменге пікірге жазып кетіңіздер. Айтпақшы, менің каналыма жазылуға шақырамын, өйткені жап-жаңа арна нөлден басталып жатыр, сондықтан қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі дорамаға көшейік. Келесі дорама ол бізде «Выходи замуж за моего мужа». Бұл да бір өте керемет, өте рейтингі жоғары болған, хит болған дорама. Маған да өте қатты ұнады. Оның үстіне маған жалпы сценарийдің өзі ұнады, сюжет ұнады. Жалпы дорама не туралы, соған көшейік. Бас кейіпкер Кан Жи Вон қатерлі дертке шалдығады, ал күйеуі мен ең жақын құрбысы бірге кездесіп жүреді. Оларды Жи Вон үстінен ұстап алады, бірақ екеуі еш тартынбайды. Сен бәрібір өлесің ғой дейді. Тартыс кезінде күйеуі Жи Вонды итеріп жіберіп, оны мерт қылады, бірақ Кан Жи Вон бұрынғы шағына оралып, енді қалай болмасын кек алу керек. Ол кек те алады, сүйіктісін де кездестіреді, балалы да болады, жұмысы да жемісті. Соңына спойлер жасамай қояйын, дегенмен де біреуге ор қазба, өзің түсесің дегенді осы дорамадан көруге болады. Айтпақшы, содан кейін осы бір соңғы 1-2 жылда немесе 3-4 жылда екен бұрынғы шағына оралу деген бір дорамалар арасында өте бір трендке айналғандай. Келісесіздер ме, оны пікірге жазып кетіңіздер. Бұл дорамаға қатысты ойыңыз қандай, оны да пікірге жазып кетіңіз. Существо Кёнсона. Бұл менің рейтингімдегі кезекті дорама. Дорама не туралы? Соған көшейік. Биыл Netflixте шыққан ең үздік дорама, басты рөлдерде ғажап актерлер Пак Со Джин, Хан Со Хи, Ви Ха Джун. Чан Хэ Сан Кёнсондағы ломбардтың иесі. Кёнсон ол Сеулдің бұрынғы аты. Өзі өте бай, қазір қолында бары оған өте маңызды. Бірақ оның бұлай өмір сүруі ұзаққа созылмады. Көп ұзамай ол Юн Чхэ Ок есімді қызды кездестіреді. Ол мүлдем басқаша өмір сүреді. Оның бар арманы 10 жыл бұрынғы анасын кездестіру. Кёнсонда адамдарды ұстап отырған, оларды қорлап отырған ауруханаға Чхэ Сан мен Чхэ Ок барады, адамдарды құтқару үшін. Сол жерден Чхэ Ок 10 жыл бұрын жоғалып кеткен анасын кездестіреді. Анасы мүлдем өзгерген. Ол енді адам емес. Ол Кёнсонды құбыжық. Әрі қарай спойлер болмасын, оны дорамадан көріп алыңыздар. Келесі дорама ол бізде «Чудесный мир». Драма жанрындағы биыл шыққан ең үздік дорама. Бас кейіпкер Пак Хана, профессор әрі жазушы. Күйеуі бар, ұлы бар, өте бақытты жан. Бір күні оның өмірі күл талқан болады. Оның жалғыз ұлын көлік қағып кетеді. Ал көлігін қағып кеткен адам қылмыс жасамағандай ақталып шығады. Қайғыдан қан жұтқан ана әділеттікті өзі орнатпақ болып, ұлын қағып кеткен адамды да дәл солай қағып кетеді. Содан Пак Хана 7 жылға бас бостандығынан айырылады. 7 жыл өтеді. Енді Пак Ханадан
кең алғысы келетін адам пайда болады. Ол Хананың ұлын қағып кеткен адамның ұлы. Кекке, өшпенділікке толы дорама. Кейін көптеген шындықтар ашылады. Инудың ойнаған дорамаларда көп ұнай бермейтін, бірақ бұл дорамада ол біраз нерв қылды, демек рөлін жақсы алып шықты деген сөз. Кек алу, өшпенділік туралы дорама ұнаса, осы дораманы көруге кеңес беремін. Маған биыл ұнаған дорамалар осы ғана. Биыл өте қатты хит болған, танымал болған тағы бір дорама бар. Ол «Бандит, старший классником». Бірақ ол дораманы өзім көрген жоқпын. Негізі көргім келіп жүр, бірақ уақыт жетіспей жүр. Сондықтан да оны үздік қатарына қоса алмадым. Өзім көрмегеннен кейін өтірік мақтай алмадым. Сондықтан да көрген жандар болса жақсы пікір қалдырады деген ойдамын. Бұл рейтингке, бұл үздік дорамаларға ойларыңыз қандай, пікірлеріңіз қандай, оны төменге пікірге жазып кетіңіздер. Менің каналыма жазылыңыздар. Дорамалар туралы өте көптеген видеолар шығады. Тек дорама емес, Корея туралы, актерлер туралы деген сияқты. Мүмкін кей-поп туралы да шығып қалар. Келесіде қандай тақырыпта видео күтесіз, оны төменге пікірге жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.